Сәлем достар, мен қаламаға қош келдіңдер. Сендермен бірге мен Азия. Бүгін сендермен біз бірге не жасаймыз? Чехолға идеялар жасайтын боламыз. Салменше кетті. Біріншісі менде осындай өзім қырып алғам. Өз размерін өлшеп қырсаңыздар болады. Вот так. Бірінші идея. Келесі идея осындай. Типа күшті иә. Боя сақтап от мен боям деп тұрдық. Келесі идея вот осындай. Нормально ше ұнап тұрған жоқтарды. Мына жаққа қоя беремін, мына ұнап тұр. И авокадо мынау күшті екен. Бұл ұнап тұр. Мынау көбелекпен, бірақ қазір суреттерге салып ал шешпейді. Осы ойнап қойсыңдар болса. Вот, осындай бір түрлі. Так, осылайынан қойып. Сосын әдемі қылып істеуге болады негізіне. Вот. Пинкқа арналған. Ну, нормально. Мынаны ғана қалдырам. Мындай бар. Так. Бақсын, кстати, мынау да бар. Мен өзім жазғаным істеймін. Найкті жақсы көретіндімдер. Континент сюжетті шығып отыр. Мынау күшті жынды. Мынау вообще күшті. Мына қырмауға болады. Мынау тұрған. Мындай еріндер шешкім. Жына сылып кеткен. Так, өзім вообще тұрмаш қандайда алып салдым. Болды болмайды. Мен өзім істеймін. Мынау кайф. Мынау болады. Ну, бывает тоже. Ну, да, бывает. Ну, все. Ну, тоже. Я относительно. Надо. Надо, кстати, ну, брак завязь. Надо. И на сегодня как постереться сама теперь. Фонгон кат. Фонгон. Ну, все. И дай. Вот бывает на сегодня. Şimdi kırıklarını doğudan. Ekaya. Вот так. Вот. Ага, телечка. Угу. Ну, ровно келем. Так, осындай. Осындай тулады. Бірінші идея осындай менде. Күшті болып тұр. Елдерді жақсы көретіндерден алған. Японияны алсаң. Осылайынан істеп қойсаңыздар. Бірінші идея осындай. Маған ұнап тұр. Екінші идея мен сіздерге осындай әдемі суреттермен арналған. Сосын алпалармен, алпа подружкаларымызбен. Вот. Осылайынан. Тапсыр қойсаңыздар. Екінші идея осындай суреттерге арналған. Үшінші. Қақ суреттен келген осындай. Және де біткен жоқ менен. Бұл жерде келесі видеода бізде идеяда парақпен алып сызып мен істеп жатқан болатынмын. И потом бұл жерде не үшін голосовойын өзінің звугын өшіріп и жылдамдыққа қосып сөйткен себебім, өйткені мен қазір сіздерге айтатын бір нем бар. Сол кезде анау ше короче ондайда менің бұл видеоны салмаған себебі телефоннан ең алғаш алған кезде ғана түсірген болдым бұны. Мен чехолда новый сондай болып тұрған. И потом бұл жерде не істегенбіз. YouTube ашламадым. Қанша күн 3-4 ай 5 ай жүрдім ғой. YouTube ашламай. Сосын қазір дәл қазіргі неде уақытта бүгін ғана видеоны YouTube каналымда ашып, короче. И потом сол YouTube'да
бұрынғы ютубымның қазіргі ютубқа өзіме аударып сөйтіп алдым. И потом енді осы видеоны монтаждап сіздерге салатын боламын бүгін. И қазір осы жерден бастап мен не істеп жатырмын, тесіп ана жақтарын салып жатырмын. Өйткені андай не болу үшін, размер тура келу үшін солай қылып салып жатырмын да. И потом ол жерде размерін бірдей қылып, и потом қазір мен ыңғайсыз неде тұрғаным үшін біртүрлі болып қалған жері. Кесіп ары қарай істедім. И бұл жақта размерлерін көріп, былайына ауыстырып, үйтіп көріп отырмын. Енді қазір салып, қарандаштармен бояп, мысалы үшін қазір қандай цветке өтсем болады. Соның көреміз. Осындай маркерлер бар менде. Соларды көріп отырмын. Роза, ашыл роза или ойпай телефон құлады. Осындай или цветі анық көрініп тұрған жоқ шығар. Качествосынан или көрініп тұру мүмкін. Онша емес болып тұр. Сол үшін мен екіншісі цветін таңдадым, осы. И ары қарай осыларды жасадым. Вот, осылайынан шығады. Мен бір сағат болды осы тауып қалман. Өте қиын, өте. Бос уақыттарыңызда істесеңіз болады ма? И өте мүмкін. Мен осы цветтен істеймін. Вот. Лайк басып, комментарий жазып, бүкілін подписать етіп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Тағы осындай видео шығарайын ба, шығармайын ба? Видеолар көп бесетін шығылған. Екасын ана жерді көрсетейін. Қараңыздар, мына жерде телефонда қандай әдемі болып тұрсын. Әдемі, иә? Ұнаса, лайк басып, тағы комментарий жазып, менің видеомды ең бірінші көргіңіз келсе колокольчикті басып қойыңыздар. Пока-пока.